Саламатсызбы балалар? Отырыңдар. Балалар, бүгінгі дүниежүзі тарихынан өтетін сабағымыз Грекияның, ежелгі Грекияның гимназия академиялары нені үйретті деген тақырып өтеміз, иә? Енді тақырыпты бастамас бұрын біз сендерді жаңағы жұмыспен бөліп тастайын, иә? Таңдалып, қай болып таңдайсың? Сенде шарик, да? Қандай болып таңдайсың? Сенде кубик, да? Так. Шарик. Шарик. И сенде естественно кубик қалады. Естественно. Кубик қалады, Так, енді бұлай отырамыз. Енді балалар бүгінгі сабақты бастамас бұрын, жаңағы бүгінгі сабаққа байланысты видеоға назар аударыңдар, иә? Тәрбиемен оқыту. Ежелгі Греция көптеген қол үйренуші мемлекеттерді Греция тарихында екі мемлекеттің Афина және Спартаның ерекше мына ықпалы зор болды. Олардың әрқайсысында ерекше тәрбие жүйесі қалыптасты. Оның ерекшелігі мынадай жағдайларға байланысты болды. Бір жағынан қол үйренуші құрылыстың жалпы заңдылықтарымен, екінші жағынан сол елдің даму ерекшеліктерімен байланысты. Ежелгі Грецияда тәрбиенің екі жүйесі қалыптасты: спартандық және афиналық. Кейбір жалпы ерекшеліктермен қатар бір-бірінен елеулі айырмашылықтары да болды. Балалардың денесін шынықтыру, аштыққа, суықтыққа, шөлге, қиындыққа шыдамды етіп үйрету көзделді. Жас спартактарды жүгіруге, секіруге, найзаласуға, күресе білуге, жекпе-жек тәсілдерін меңгеруге, әскери әндер айтуға үйретті. Дене тәрбиесімен қатар саз, ән айту және діни билер қатар жүргізілді. Саз және ән айту әскери сипатта берілді. 18-20 жаста эфебия деп аталатын ерекше топқа аударылды. Онда әскери қызметін атқарды. Спартадан қыз балаларға да әскери дене тәрбиесі берілді. Оның мақсаты ерлер әскери жорықтарға қатысқан кезде әйелдер ерлердің орнына әскери міндеттерін атқару үшін қажет. Афинада мәдениет өз дамуының жоғары дәрежесіне жетті. Афина мемлекеті Спарта мемлекетінен өзінің қоғамдық құрылысы, мәдениет деңгейі жағынан өзгеше болды. Сонымен қатар тәрбие және білім беру жүйесінде де ерекшеліктер кездеседі. Афина тәрбиесі мен білім беру жүйесінің мақсаты әскери жауынгер даярлау ғана емес, одан гөрі білімді, қабілетті, жан-жақты үйлесімді дамыған жастарды тәрбиелеу. Афиналық тәрбие жүйесі біздің заманымызға дейінгі 5-6 ғасырларда төмендегіше қалыптасты. 7 жасқа дейін ер балалар мен қыз балалар анасының басшылығымен үйде тәрбиеленді. Оларға бекітілген қолда тәрбие ісінде көмек көрсетті. Қыз балалар 7 жасқа толғаннан кейін анасының басшылығымен үйде отбасы тәрбиесін жалғастырды. Олар негізінен үй шаруашылығына үйретілді. Ер балалар 7 жастан бастап үйде жекеменшік мектептерге қатынасады. Себебі мемлекеттік мектептер болмады. 7 жастан 14 жасқа дейін драматист мектепке, яғни онда оқу және жазу саналды, ал Кипарис мектебінде саз, ән, күй, тақпақ айту үйренді. 14 жастан Палестра мектебі, ол күрес мектебі деп те аталынады, және онда 2-3 жыл жаттығулармен айналысады. Палестра мектебінде жаттығулардан басқа оқушылармен саяси және адамгершілік тақырыптарда әңгімелер өткізіледі. Ауқатты отбасылардан шыққан жастар кейіннен мемлекет басқару лауазымдарына даярланады. Гимназияда білімдерін жалғастырады. Онда философияны, саясатты оқып үйренеді. Жүрді ма? Так, енді сендерге жаңа осы видеоға байланысты тапсырма беріледі. Сол тапсырма берілген кезде тапсырманы орындайсыңдар ғой. Орындаған кезде жаңаға мінекей бағалау парағын беремін сендерге. Жаңағы бағалайсыңдар, иә, 2 топ бір-бірін бағалайды. Сосын сабақтың соңғы кезінде, сабақ аяқталған соң, ол жаңағы осы бағалау парағын маған тапсырады. Түсінікті ма? Мына жерге аты жөнін жазасыңдар оқушының өздерін. Енді сендерге тапсырма болады. Балалар, енді мінекей тапсырма, бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырма. Мінекей бірінші топ сендерге тапсырма, мінекей кестемен жұмыс. Екінші топ сендерге жаңағы денотатты граф әдісі дейді. Яғни тапсырмалардың жаңағы берген кезде тапсырманың мақсаты бар, иә? Сонымен қатар ол жаңағы тапсырманы астықты кезінде
дескриптор бар. Осы дескрипторға қарап тапсырманы орындайсыңдар. Түсінді ма? Және сендерге де мінекей денотатты граф әдісі бойынша мінекей осы әдістің мақсаты бар, оны қалай орындау керек, және соңында дескриптор бар. Дескриптор дегеніміз ол көмекші ретінде де құрал ретінде қолданылады. Жазу деген сөз жазыңдар. Енді жаңағы тапсырмаға байланысты әліпбиіміз тапсырманы. Мінекей жазу деген түйінді сөзді мәтіндегі етістіктер арқылы тармақтап жан-жақты талдау тақырып мазмұнын ашасыздар. Мен дескрипторға қарап жаңағы осы нені жеткен камераны жегені стрелкалар жасап, сосын ненің ішіне жаңағы әліпби сөз тіркестерін жазады. Түсінді ма? Платон, Аристотель және кім болды? Сократ. Я вот үшке бөлесіңдер. Сосын оның жаңағы айтқан нақыл сөздерін жазасың. Түсінді ма? Жақсы. Қаралды. Сен алдын көрдің. Говорю, она куда писать Аристотель? Здесь? Почему? Университет. Буквы дальше писать. Да. Я маленький открыть. Пиши дальше. Видео жасауды сенің шыл отсын. Платон, да? Платон. Там где Платон деген. Платон сөйлейді? Нет, yazın Платон деген сөз. И Аристотель. Сыйғыз? Или өзін жазып берейін ба? Жоқ. Зеленый мен. Жасыл мен. Тырнақшаны жөн жазасың. Қазба жазасың. Ғылымның атасы. Так енді. Платон Моша. Так, адам пусти. Философы. Математик. Математик. Это математик. Все? Или еще? Сократтың шәкірті? Сократтың шәкірті. Ладно, үлкен әріппен Сократтың шәкірті. Некрасиво один формат. Платон мен Аристотель. Шәкірті. Аристотель.
тапсырманы орындаңдар. Жаңа бірінші, екінші топ, иә. Енді жаңа салған кластерларында қорғайға бірінші топ қыздар шындар. Айтасыңдар, осы Сократ, Платон, Аристотель барлығы грек философтар. Сәл. Bir, iki, üç, бастаңдар. Сократ, Платон, Аристотель, ежелгі Грекияның ғылымдары және философтары. Сократ, ежелгі грек философы. Платон мен Аристотельдің шәкірті. Платон, ежелгі грек философы, математик, Сократтың шәкірті. Аристотель, Бірінші ұстаз. ғылымның атасы. Дұрыс айтасыңдар қыздар, жаңағы Сократ және Платон және Аристотель ол барлығы үшеуі ежелгі грек философтары. Балалар түсінді ма? Енді тапсырманы аяқтап болғаннан кейін жаңа бағаланды, сосын соңында бағалау парағын тапсырасыңдар. Отыра қойыңдар. Так, ұлдар. Так. Сендерге тапсырма болды, иә? Мінекей. Результатты граф әдісі, иә? Яғни жазу деген сөздің мәтіндегі етістіктер арқылы тармақтап жан-жақты талдау жазыңдар, иә? Кәнекей бастаңдар. Жазу деген қандай мағыналармен сәйкесті? Пайдаланды, алды, қосты, жазды, және тұрды. Дұрыс айтасыңдар. Түсінді ма? Енді жаңа осы нелерді бағалау парағына бағаландар, иә? Отыра қойыңдар. Енді біз жаңағы келесі екінші тапсырмаға келейік, иә? Екінші тапсырманы алатын болса, екеуіңе де жаңағы екі топқа да бірдей тапсырма. Ол баспалдағы артық болады. Осы тапсырманың мақсаты жаңағы ежелгі грек мектебінің оқу тәрбиесін саралайсыңдар. Астында тапсырманың жаңағы дескрипторлары бар. Ол жаңағы параграф бойынша жұмыс. Мінекей ежелгі грек мектептері, иә, гимназиялары. Мінекей бірінші баспалдақта не болды? Екінші баспалдақта, үшінші және гимназия, лицей, академияларда не болды? Ол жаңағы осы тапсырма жаңағы сабақтың бас кезінде көрсеткен видеомен байланысты. Түсінді ма? Түсінді. Все, орындай беріңдер. Ал енді балалар бүгінгі жаңағы тапсырманы аяқтаңыздар, иә? Ежелгі грек мектебі қандай баспалдақтан тұрды. Енді бірінші топ. Екеуіне де ортақ тапсырма берілді ғой. Біріншісін оқыңдаршы, неме деп жалды? 5-тен 7 жасқа дейін ата-анасы тәрбиеледі. Дұрыс, жаңағы 5-тен 7 жасқа дейін жаңағы балалар ата-анасында тәрбиеленді, иә? Екіншісінде неме еді? 7 жастан бастап ұлдар жекеменшік мектепте оқыды. Жекеменшік мектепте оқыды, дұрыс. Үшіншісі? 7-4 жасқа дейін грамматист мектепте оқиды. Грамматист мектепте оқиды. Яғни онда жазу, оқу, жаңағы сондайды түсіндіреді, иә? Дұрыс, сендері төртінші соңғысы? Палестра мектебі. Палестра мектебі дегеніміз, ол жаңағы бізде онда спорт мектебі, жаңағы, яғни балаларды дене шынықтыру арналған мектеп, иә? Түсінді ме? Енді жаңағы бағалау парақтарына бағаларды жазыңдар, иә? Сабақтың соңында маған тапсыруға ұмытып кетпеңдер, бағалаңдар, көрсетіңдер. Не болады тапсырма? Бірақ енді арты жұп болып, бөлек болғаннан кейін нелері бірдей әртүрлі болады нағылар, иә? Тапсырма мынандай мінекей Вен диаграммасы арқылы, Вен диаграммасы дегеніміз ол екі мектепті салыстырамыз, ортасына жаңағы ұқсастығын жазамыз, иә? Біріншісі жаңағы ежелгі грек мектебінің ерекшеліктерін жазамыз. Ерекшеліктеріне жаңағы алдыңғы тапсырмада қандай мектептер түрлері болды, соны жазасыздар. Яғни келесі қазіргі Қазақстан мектебінің ерекшеліктері. Қазір сендер қалай оқып жатсыңдар, соның ерекшеліктерін жазасыңдар, иә? Мысалы, оқу нешеде басталады, анау жаңағы, иә? Тағы басқалар, соны бастайсыңдар. Неше жыл оқисыңдар,
мындай бірінші сыныптан андай сыныпқа дейін мысалы бастауыш бөлім жасалады, жаңағы 5-тен 2-ге дейін орта буын, сосын биік буын, сосын ортасын ұқсастығын жазасыңдар. Яғни мектептің ұқсастығы, негізгі мектептің ұқсастығы не болды? Не беру оқушыларға? Білім беру, иә? Все, орындай берді. Ал балалар енді жаңағы соңғы тапсырманы жаңағы орындадыңдар ғой, иә? Грекия мектебінің ерекшеліктері және Қазақстан мектебінің және соның ұқсастығы, иә? Кәне Амина айта қойшы Грекия мектебінің несі? Қыздар мектепке бармады, олар жекеменшік мектепке барды. Әлби Қазақстан мектебі туралы айтшы кәне Қазақстан мектебі. Мемлекеттік 11 жылдық әртүрлі ғылымдар салаларын үйретеді. Үйретеді, дұрыс. Енді әрине екі мектепті салыстырса, ол мектептің басты мақсаты мен міндеті ол оқушыларға білім беру, дұрыс айтасыздар, иә? Білім беру және тәрбие. Енді сабақты қорытындылай келе жаңағы мен сіздерге жаңағы стикер таратамын, иә? Ол мысалы қызыл стикер, ол мен бәрін түсіндім, көңіл күйім тамаша. Сары стикер, мен тақырыпты түсіндім, көңіл күйім жақсы. Және жасыл стикер, мен түсінбедім, көңіл күйім жоқ дейді. Иә? Оған жаңағы сабақ бойынша не ұнады, жаңағы соң барыңызды, не ұнаған жоқ, соң барыңызды жазасыздар, иә? Түсіндіңдер. Сары. Оқушылар, жаңағы тапсырманың бас кезінде мен жаңағы бағалау парағын бердім, иә? Бағалау парағын маған бердіңдер қайтадан. Стикерді жазып бердіңдер, иә? Өзім көңіл үйлерін жаздыңдар, иә? Сосын бағалау парағын естеген кейін мен жаңағы осы күнделікке сіздерге бағалау беремін, иә? Амина, болды ма? Атымды жаз, иә? Болды ма? Әлімин, бағалау парағын бер. Иә, жазым әлімде. Тақырып бойынша сұрақтар бар ма? Тақырып бүгін бізде ежелгі грек мектебі, лицей, академиялық нені үйретті дейді. Жалпы тақырып барлығы түсінікті, егер сұрақтар болса маған жазасыңдар, иә? Түсінікті ма? Сау болыңдар.